облыс Шиелі ауданында мынау жаңағы июнь-июль айларында мынау Рахима деген жаңа нан сататын базардағы комокта. Сол кісі мынау июнь айынан бастап 120-дан нан сатты. Негізі 110-нан сатылған нан. Енді айтайын дегенім, мынау 120-дан август айында сатылды. Август айынан бастап 2 ай бойы заңсыз 120 теңгеден өз басым алып отырдым. 2 ай бойы 120 теңгеден июнь-июль айлары. Негізі августта 130 болған нан. 120-ға көтерілген нан август айында. Енді айтайын дегенім, мынау қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп, әрқайсысы ойына келген бағаны айтып, мынау пекарныйдың егелеріне айтатын. Артем, сосын Қалима деген кісіге айтатын. Жаңа жол бойының пекарныйына. Сіздерге аспаннан ақша жауып атқан жоқ бізге. Мына сатушыларыңыз мынау базарда ойына келген бағаны қойып отыр. Қадағалаңыздар ана сатушыларыңызды. Біреу кредит алды, біреу үй соқты, біреу жаңағы той жасады деп халық орнын толтыруға міндетті емес. Қадағаламайсыздар ма? Анау есіктеріңіздің бәрін жаптырту керек сіздердің. Июнь-июль айларында нан көтерілген жоқ бағасы. 120-дан сатып отырды, 110-ның нанын. Рахима деген әйел. Артемның егесіне айтатын, Рушестегі, пекарный. Қадағалаңыздар ана сатушыларың. Сосын нандарыңыз сапасыз. Бірдеңе айтса жауып же үйіңнен деп, дикектеп. Ал халық жауып жеп отса, онда пекарныйдың не керегі бар Қазақстан бойынша? Анау Рахима деген сатушыларыңызға заң аясында шара көрілсін. Кім? Жомарт Ақберген, кәсіпкер бөлім басшысы. Еге болана кәсіпкерлерге. Ондай жаңа бандитизм, шпаналық әрекеттерді тыйсын. Июнь-июль айларында 110 теңгеден сатылды нан. Ол ана Рахима деген 120-дан сатып отырды. Осы мәселені заң аясында комиссия құрып шешіп беруді сұраймын. КНБ-ның назарына ұсынамын. Мынау Рахима деген әйел заңсыз 120 теңгеден нан сатты. Июнь-июль айларында. Негізі августте көтерілген. Бірақ өзінің жаңағы қалтасына салу үшін заңсыз 120-дан сатты июнь-июль айларында. Осы мәселені қадағалауды сұрайын. КНБ-ның басшысының назарына ұсынамын. Прокуратураның.